Қоймаға 312 килограмм кәмпит әкелінді. Оларды 3 жәшікке тең бөліп салды. Сонда әр қорапта неше килограмм кәмпит болды? Әр қорапта неше килограмм кәмпит бар екенін табу үшін 312-ні 3-ке бөлу керек. Мысалды баған түрінде жазамыз. Бірінші толымсыз бөлінгішті анықтаймыз. 3 саны 3-ке бөлінеді. Ендеше бөліндінің мәні 3 таңбалы сан болады. 3-ті 3-ке бөлсе 1. Тексереміз. 1-ді 3-ке көбейтсе 3 болады. 3 азайтылған 3 тең 0. 0-ді жазбаймыз. 1-ді көшіріп жазамыз. Екінші толымсыз бөлінгіш 1. 1 санында 3 0 рет кездеседі. Сондықтан бөліндінің мәніне 0-ді жазамыз. 2-ні көшіріп жазамыз. Үшінші толымсыз бөлінгіш 12. 12-ні 3-ке бөлсе 4 болады. Тексереміз. 4 көбейту 3 болады 12. 12-ден 12-ні азайтамыз 0. Санды толығымен бөлдік. 104 шықты. Есептің жауабы әр қорапта 104 килограмм кәмпит.